Ертеде бір шағын қалада Макс есімді ит өмір сүріпті. Макс қарапайым ит емес, ол нағыз супер қаһарман болды. Оның желмен желбіреп тұратын ашық қызыл плашы және бетін жасырып тұратын маскасы болды. Бірақ ең бастысы, оның қиыншылыққа ұшырағандарға әрқашан көмектесуге дайын үлкен мейірімді жүрегі болды. Күндердің бірінде Макс саябақта серуендеп жүргенде жіңішке айқай естіді. Макс тоқтап тыңдады. Жылау бұтақтары көкке жеткен биік ағаштан шықты. Макс жақындап келіп, ағаштың ең басында кішкентай, қорқып тұрған мысық отырғанын көрді. Мысық қорыққанынан дірілдеп тұрды, өйткені ол абайсызда биікке көтеріліп кеткені сонша, енді түсе алмай қалды. Макс шұғыл әрекет ету керек екенін түсінді. Бірден шапанын киіп, әп-сәтте ағаштың етегіне келді. «Қорықпа, кішкентайым, мен саған көмектесемін», деді Макс еркелеп мысыққа қарап. Оның естілгенін сезген мысық Максқа үмітпен қарады. Макс мықты табандары мен күшті тырнақтарымен ағаштың іне көтеріле бастады. Ол өте сақ болу керек екенін білді, өйткені мысық оңай қорқып, құлап кетуі мүмкін. Әрбір бұтақ Макстың салмағынан сықырлап жақындады, бірақ мысық оның көмегіне мұқтаж екенін біліп, тоқтамады. Ақыры Макс ағаштың басына жеткенде мысыққа ақырын қол созды. «Мен келдім, мықтап ұстаңыз», деді Макс және табанын ұсынды. Әлі де қорқыныштан дірілдеп тұрған мысық абайлап жақындады да, ақыры Максқа оны алуға рұқсат берді. Макс өзін қауіпсіз сезіну үшін мысықты өзіне жақын ұстады да, ақырын төмен түсе бастады. Олар жерде болғанда мысық қуанып, риза болды. Ол қуанғаннан күңіреніп, Максты сипады. «Рахмет, Макс. Сен менің кейіпкерімсің», деп мырылдады мысық. «Басқаларға көмектесу менің міндетім», деп жауап берді Макс қарапайым ғана. Бізге кейде көмек қажет және қиын болып көрінсе де, басқаларға көмектесу үшін батыл болу маңызды. Сол күннен бастап Макс қалада нағыз қаһарман ретінде таныла бастады. Ол тек мысықтарға ғана емес, қиналған адамға да көмектесті. Макс барлығына ең бастысы күш емес, мейірімділік пен батылдық екенін үйретті. Ол бізді жақсартуға және айналамыздағы әлемді жарқын және мейірімді етуге көмектеседі. Ал жақын жерде тұратын мысық достарына бір кездері батыл иттің өзін биік ағаштан қалай құтқарғанын үнемі айтып отыратын. Біреуге көмек керек болған сайын ол Макстың әрқашан көмекке келетінін білді.